Сәлем достар, сіздермен бүгін шоколадты бисквит дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 4 жұмыртқамызға қантымызды қосып, миксермен араластырып аламыз. Миксерді шамамен 3-4 минут қолданамыз. Жұмыртқа мен қантымыздың көлемі осылай ұлғайғанша миксерімізді сөндірмейміз. Осындай әппақ болып шығу керек. Енді осы қоспамызға сүтті және сұйық майды қосып, бірден миксермен араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттарымызды осылай араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттарымызды осылай електен өткізіп аламыз. Өйткені електен өткізбесек, ол кішкентай осындай түйіршіктер болып, бисквитіміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Және де біздің какаомыз міндетті түрде қымбат какаоны пайдаланған дұрыс. Осылай 3 бөлікке құрғақ ингредиенттерімізді бөліп, миксермен араластырып отырамыз. Бірден барлық құрғақ ингредиенттерді бірге қосып салуға болмайды. Онда бисквитіміз дұрыстап көтерілмей қалады. Қазақстандық какаоны қолданатын болсаңыздар, сіздердің бисквиттеріңіз дәмді болмайды және де түсі бұндай қоп-қоңыр болмайды. Таразының көмегімен 2 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Салмағы бірдей болу керек. Бұл бисквитті сникерс тортына пайдалануға болады және де вишня в шоколаде тортына да пайдаланса болады. Жақсы какаоны кондитерлік дүкеннен алуға болады. Оның 200 граммы шамамен 600-700 теңге болады. Осындай 2 бірдей форманы алып пайдаланамыз. Ол үшін керекті размерімізді келтіріп аламыз да, фольганы осылай қиып бекітіп аламыз. Менде 20 сантиметрлік 2 бірдей форма, ол духовканың бір противынан сиіп кетеді. Және де осы бисквитті асты үсті режимінде 25 минут пісіріп аламыз. Бисквиттің піскен-піспегенін шпажканың көмегімен тексеріп алуға болады. Егер де сізде піспесе, тағы да 2-3 минут ұстай тұруға болады духовкада. Бисквитіміз толықтай суығаннан кейін оны пышақтың көмегімен формамыздан шешіп аламыз және де дәл ортасынан пышақтың көмегімен 2-ге бөліп аламыз. Бисквитіміз осындай жұп-жұмсақ және де нәзік болып піседі. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы.